Сәлем достар, бүгінгі тақырып ақша балансы, оны қалай сақтаймыз. Осы жақын арада мен интернетте көріп қалдым. Бір адамның әңгімесі, ол өзінің ішкі состояниясын көтеру үшін, ішкі көңіл күйін көтеру үшін қарызға, кредитке ақша алып, саяхатқа шығады, керек заттарын алады, ақыр соңында қарызға кіріп кетеді. Негізі осы ақша балансын сақтау үшін өзінің заңдылығын сақтау керек. Біріншіден ол ақшаны таба білуіңіз керек, оны сақтай білуіңіз керек, оны жұмсай білуіңіз керек, және оны көбейте білуіңіз керек. Осы төрт нәрсенің арасында бірдей баланс болу керек. Болады адамдар ақша таба біледі, бірақ оны жұмсай білмейтін. Ақша таба білетін адамдар бар, бірақ оны шашып жіберетін адамдар болады. Ақша табатын адамдар бар, бірақ оны көбейте алмайтын адамдар болады. Ал керісінше ақшасы жоқ, қарызға кіріп, ақша шашатын адамдар болады. Сондықтан да осы төрт заңдылықты сақтай біліңіз. Ақша табу, оны сақтау, оны көбейту және оны жарату. Ал Роберт Кийосакидің көптеген кітаптары бар, ол жаңағы ақша көбейту жағынан көбінесе үйретеді. Және де осы ақшамен қарым-қатынас, осы ақша жайлы өзіңіздің ақшаға қарым-қатынасыңызды, ақшаға убеждениеңізді білгіңіз келсе, ақшада мысалға сізде қандай блоктар бар, соны тапқыңыз келсе, менің консультацияма да жазылсаңыз болады. Ол үшін мен Инстаграм парақшама дайректке ақша деп жазсаңыз болады. Көптеген адамдар қазір консультация алып жатыр, рахметтерін айтып жатыр. Сондықтан да көмек керек болса, консультация керек болса, маған жазыңыз.